Баршаңызға сәлем достар. Түсіңізде ас атасы нанды көрсеңіз қалай жорлады? Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсінде нан пісіру, түс көрушінің ұзақ уақыт бойы өмір сүруін қамтамасыз ету үшін бар күш-жігерін жұмсайтынын білдіреді. Пештен нанның жылы шығады деп қорқып асықпай бастаса, пеште пісірілген нанның мөлшеріне қарай билік пен байлыққа ие болады. Бөлке нан өмір сүру ұзақтығын білдіреді. Егер ол тұтас болса, онда бұл 40 жыл өмір сүру ұзақтығын көрсетеді. Ал торттан үзілген әрбір бөлік өмір сүру ұзақтығының қысқаруын білдіреді. Нанның ақтығы тыныш және тыныш өмірді білдіреді. Егер түс көруші бірнеше нанды армандаған болса және оны жемесе, онда ол бауырларын тез табады. Түсінде қара нан көрсе, орташа табысқа қанағаттанып, иманы орташа болады. Түсінде ескірген нанды көрсе, оның өмірі күннен күнге нашарлайды. Егер нан ақ және жақсы пісірілген болса, бұл биліктегі адамның әділдігін, саудагер үшін бұл адалдықты, ал қолөнер үшін өз жұмысын орындаудағы адалдықты білдіреді. Түсінде ыстық нан көру екіжүзділіктің және діни тыйымдарды бұзудың белгісі. Көгерген нан армандаған адам одан пайда көрмейтін және мұқтаж жандардың пайдасына зекет бөлмейтін зор байлықтың белгісі. Ыстық көмірге пісірілген нан қиын өмірді білдіреді. Өйткені адамдар мұқтаждық кезінде пісірудің осы әдісіне жүгінеді. Нашар пісірілген нан жоғары қызбаны көрсетеді. Өйткені ол толығымен піскенше оны пешке қайта қоюды талап етеді. Сондай-ақ олар ыстық ақ нан ұл туылғанын, шелпек оңай табыс пен берекені білдіреді. Егер түс көруші түсінде үстелге жайылған нанды көрсе, бұл оның біреумен жанжалдасатынын білдіреді. Егер оны шақырған үстелге түс көруші әдеттегіден әлде қайда көп нан жесе, онда ол ұзақ уақыт өмір сүреді. Егер түс көруші өзін дастархан басында жалғыз көретін болса, онда оның өмірінде қарсыластар болмайды. Егер ол өзін басқа адамдармен бірге көрсе, оны сол жерде оған мейірімді болатын жақсы серіктестер қоршайды. Түсінде нанды балға малып жеп жатқанын көрсе, түсіндегі бал оның білімге деген сүйіспеншілігінің, ал нан оның амандығы мен гүлденуінің белгісі болғандықтан, ал білімнің арқасында жақсылыққа ие болады деген сөз. Ақ ұннан жасалған нан салиқалы өмір, білімдегі кемелдік және ақ жарқын сұлу әйелді білдіреді. Ал қара ұннан жасалған нан керісінше көрсетеді. Түсінде өлген адамнан сыйлық ретінде нан алу күтпеген жолмен тамақ алуды білдіреді. Егер біреу нанның жерде жатқанын және аяқ астына түскенін армандаған болса, бұл қуаныш пен көңілді әкелетін осы үлкен гүлденуді білдіреді. Достар, осымен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.